Бүгінгі бағдарламамызда әлем мойындаған заманауи медициналық жабдықтар Шымкентте өндіріледі. Қайда және қалай? Жүрек дүрсілінің халін бақылауда ұстап тұратын құрылғы мен тағы басқа гаджеттер. Оларды дайындап шығарудың барлық құпиялары бүгін ашылады. Автоматтандырылған кереуеттер бұрынғы мен қазіргі уақыттағы жағдайларының айырмашылығын көреміз. Жедел жәрдем көлігінің ішінде біз білмейтін тағы қандай сырлар бар. Бүгінгі таңда медицина саласы новациялық ашылуларға толы екендігі жаңалық емес. Әлемде ойлап табылып жатқан емдеудің көптеген жаңа әдістерін, технологияларды, құрал жабдықтарды санасақ саусақ жетпейді. Алайда өз еліміз Қазақстанның Шымкент қаласында әлемдік дәрежедегі медициналық құрал жабдықтардың шығарылуы көпшілік үшін сүйінші жаңалық болуы мүмкін. Казмет прибор зауыты бұл құрылғыларды тек шығарып қана қоймай, олардың әр бөлшегін шикізаттан өңдеп, құрастырады, жинақтайды. Ол аз болса Қазақстаннан басқа шетелдерге де жеткізіп береді. Бұл жайында сәл кейінірек. Қазір осы зауытта шығарылатын құрылғыларға тоқталсақ. Техниканың қайсын ашып көрмейік, барлығына дерлік электр платалары орнатылады. Плата дегеніміз не деген сұрақ туатын болса, көз алдыңызға адам ағзасын елестетіп көріңіз. Адам бойындағы қан алмасу процестері тікелей жүрек соғысына тәуелді екені анық. Сол жүрек болмаса өмірдің де тоқтағаны. Ал плата құрылғыда жүректің рөлін атқаратын бөлшек десек те болады. Онда құрылғының жұмыс істеу сапасы, функционалдылығы туралы барлық ақпарат қамтылады. Бүгінгі таңда электр платасы қалай жасалады? Ең алдымен электр платаның атасы болып табылатын баспа платаның пайда болу тарихына кішкене тоқталсақ. 20 ғасырдың басында телефония саласында ғылыми зерттемелер жүргізген неміс инженері Альберт Паркер Хансен бүгінгі күні баспа платасы ретінде танымал құрылғының түп нұсқасын жасап шығарған. 1902 жылы өнертапқыш патенттік мекемеге өтінім тапсырғалы бері бұл тарихи дата баспа платасының туылған күні болып есептеледі. Ал енді соңғы заманауи технологиямен жасалатын платаның бүгінгі түрімен оны жасап шығару әдісі қандай? Бұл сұрақтарға жауапты біз Шымкент қаласындағы Казмет прибор зауытында таптық. Хочу отметить, что мы являемся. Айта кетерлік жай, бүгінгі таңда біздің компания дәл осындай плата жасап шығаратын Қазақстандағы жалғыз кәсіпорын. Дайындалып қойған платалар автожүктегіш арқылы принтерге енгізіледі. Әр платаның өзіне арналған трафареті болады. Арнайы компьютерлік бағдарлама арқылы платаның бетіне сол трафарет арқылы тура діттеген жеріне сұйық қалайы сызылып құйылады. Кейіннен қалайының көмегімен платаның бетінде тоқ өте алады. Келесі кезеңде ыңғайлы автоматта қалайы жағылған платаның үстіне микрочиптер қойылады. Чиптердің өз орнында болуын компьютерлік бағдарлама автоматты түрде қадағалап отырады. Бұл жұмыс процесі екі оператордың көмегімен қайта жіті тексеруден өткен соң, микрочиптер платалар дәнекерлейтін пешке кіргізіледі. Пеш температурасы 8 бөлікте түрлі болып келеді. Әр бөліктен бөлікке көшіріліп отыратын платалар орта кезеңге келгенде пештегі ең жоғарғы температура Цельсий бойынша плюс 270 градустан өтеді. Соның арқасында плата мен микрочиптер арасында дәнекер болып тұратын қалайы қайта ериді. Пештің алдыншы бөлігінен бастап ондағы температура төмендей бастайды. Осылайша қалайының қатуы арқасында микрочиптер платаға қатырылады. Пештегі жұмыс процесінің соңғы кезеңінде платалар вентилятордың көмегімен жақсылап кептіріліп, сыртқа шығады. Мұнда жұмыс сапасын оператор үлкейткіш әйнекпен жақсылап тексеріп, дайын болғандарын келесі бөлімге жіберіп отырады. Дәл осы кезде бұл бөлімде басқа жұмыс қайнап жатады. Мұнда термопласт деп аталатын ұсақ заттардың көмегімен компьютерлік бағдарламалардың арқасында кез келген дизайнды жабдықтар қорапшасының түр-түрін шығаруға болады. Бұл жүйенің барлығы да автоматтандырылған. Соның арқасында оператор қара күш қолданбай, жұмыс барысын тек қадағалап, реттеп отырады. Жасалып дайындалған бұл бөлшектерді құрастыру жұмыстары тазартылған бөлмеде жүргізіледі. Дайындалып келген платалар осы жерге алып келінеді. Біз бұл жерде құрылғыларды құрастырумен айналысамыз. Жалпы мен алдында жатқан бұл педальды монитор құрылғысы. Бұл құрылғыға маған 3 түрлі плата керек болады. Мен бұл жерде платаларды өз орнына жайғастырдым. Және жайғастыру барысында өзінің осы арнайы сымдарын орналастырамын. Егер де бұл сымдар өз орнына орналаспаса, онда осы педальды монитор құрылғымыз күйіп кетеді.
Жабдықтар толық жинақтау жұмыстарынан өткен соң құрастырылған заттар техникалық бақылаудан өтеді. Бұл кезеңде жинақталған жабдықтар өздерінің ерекшеліктеріне байланысты қосымша көмекші аппараттар көмегімен толық тексеріледі. Мысал ретінде кереует жанындағы мониторды тексеруден өткізетін болсақ, бұл құрылғы адам ағзасында болатын процесстерді жалған түрде жаңғыртатын NIBP симулятор деп аталатын аппаратқа жалғанады. На этих стимуляторах Дәл қазір науқас монитор, қан қысымы, электрокардиограмма және тамыр соғысын жасанды түрде жаңғыртатын симулятор құрылғыларына жалғанып тұр. Бұл құрылғыларға кез келген көрсеткіштерді енгізуге болады. Содан соң монитор осы ақпараттарды қабылдап, симулятордағы мәліметтерді көрсетуі керек. Экранда дәл осы деректер шықса, жабдықтың сынақтан өткені болып есептеледі. Осынан кейінгі соңғы кезеңде жабдықтар 2 тәулік тестілеу аймағында қосулы күйінде сақталады. Бекітілген уақыт өткен соң өнім толымдаушы құрылғылармен бірге қораптарға салынып, тапсырыс берушіге жөнелтіледі. Қазақстан бойынша тек осы зауытта өңделіп шығарылатын бірегей жабдықтардың тағы бірі функционалды кереуеттер. Бір жапырақ темір алдымен майыстырылады, бөлшектерге бөлінеді. Оған тетіктер мен тесіктер, доғалар жасалады. Кейіннен олар бір-бірімен дәнекерленеді және тағы да дәнекерленеді. Жоғары температурадағы пеште қыздырылады, содан шыққан бұйым полимерлі ұнтақпен сырланады. Сырды қатыру мақсатында бұйым пеште тағы да қыздырылады. Сырланған бөлшектер кепкеннен соң оларды арнайы мамандар құрастырады. Айтып беруге оңай, алайда іс жүзінде үлкен тәжірибелік пен ұйымшылдықты қажет ететін осындай еңбек нәтижесінде еліміздегі төсек тартып жатқан талай науқас жандарға көмек болатын осындай кереуеттердің алуан түрлері пайда болады. Ондағы өңделіп шығарылатын соңғы үлгідегі медициналық құрал жабдықтар қала бойынша жедел жәрдем көліктерін 40%-ға қамтамасыз етеді. Олардың тізімінде электрокардиограф, ықшамды пульсоксиметр, алмалы-салмалы зембілі бар арба, ықшамды 2-фазалы дефибриллятор және тағы басқалары. Аталмыш құрылғылардың көмегімен ауруханаға жеткізіліп жатқан науқасқа жедел жәрдем осы көліктің ішінде-ақ көрсетіле алады. Аталмыш құрылғылардың көмегімен ауруханаға жеткізіліп жатқан науқасқа жедел жәрдем осы көліктің ішінде-ақ көрсетіле алады. Кейбір ауыр жағдайларда науқас үшін әр секунд өмірін сақтап қалуға маңызды. Осындай жағдайларда жедел жәрдем көлігі жабдықталған қажетті құрылғылардың көмегін теңдессіз деуге болады. Бірегей медициналық құрылғылар шығаратын бұл зауыттың қызметкерлері Жапония, Корея, тағы басқа көптеген Еуропа елдерінде арнайы оқудан өткен. Мұндағы мамандардың айтуынша, зауыт шығаратын барлық құрылғылардың сапасы еуропалық үлгілерден кем түспейді, ал бағасы әлде қайда арзан. Сонымен қатар, зауыт әр ай сайын медицинаға қажетті құрылғылардың жаңа 5-тен 7-ге дейінгі түрін ойлап, өңдеп шығарады. Мүмкіндіктері жоғары, бар керекті шикізатпен қамтамасыз етілген және идеяларын бірігіп белгілі уақытта сапалы етіп іс жүзінде жүзеге асыратын бұл зауыт әлі әлемдік деңгейде жетістіктерге жететіні анық.